Ол қазақтың ең әлсіз жігіті мен деген сөзімен танымал, аралас жекпе-жектен кәсіби спортшы. Слушайте, Москва, я до вас доберусь, иншаллах. Кто там пельмени, огурцы, помидор, готовьтесь. Я вас всех по очереди буду ронять. Ждите меня. Ассаламу алейкум. Казахстан алга. Самый слабый казак это Казахстан и я. Представьте, сильнее, как и я, не бывает. Алга, Казахстан. Балаларының бойына қазақы тәрбиені сіңіріп, сол арқылы нағыз ер азаматтың үлгісін көрсетіп жүрген қарапайым әке Ғалым Жасұланов пен Ұждан әкелер алаңында сұхбаттасатын боламыз. Ғалым мырза, әкелер алаңына қош келдіңіз. Айта кетейін, сіз Ұждан әкелер алаңның алғашқы қонақ ретінде өзіңізді шақырып отырмыз. Біз қуаныштымыз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, қош көрдік. Мен де қуаныштымын. Рахмет осындай подкастқа шақырғандарыңызға. Әйтеуір уақытымызды бөліп, барынша тырысып келдік. Енді сұхбаттасып көрейік, шамамыз келгенше. Алғашқы сұрағымыз, өзіңіз қарапайым отбасыдан шыққан қазақтың қара домалақ баласы екенсіз. Бала ғалым қандай болды? Сөзімізді сол уақытқа оралудан бастайықшы. Мен енді бұрынғы оңтүстік Қазақстан, қазіргі Түркістан облысының Созақ ауданында Шолаққорған деген ауылда дүниеге келгем. Қарапайым отбасы, әкем қарапайым тракторист, анам садикте тәрбиеші болған. Бала күнімізде көп жұмыс істеген жоқ, әкеміз жұмыс істетпеген. Бір үйде 4 ағайындымыз, 4-емізде ұлмыз. Оқыған, шоқыған, тоқыған, бәрінің отбасы бар, жеке-жеке бір үйдің отағасы. Менен басқасын бәрі оқыған ғой. Сіз неге оқымадыңыз? Мен оқыдым негізінде, бірақ барлығына диплом жетіп, маған жетпей қалды да диплом. Жалпы шама шарқымыз келгенше оқыдық енді. Ата-анаңыздың тағдырыңызға тірек болған ақылы қандай? Не нәрседен шектеді, немесе қандай сәтте бетіңізден қақпай сіздің дегеніңіз болды? Енді бала күнімнен үйдің екіншісі болсам да, мен кішкене еркелеу болдым. Оның үстінен бұзық болдым. Бала күнімізден кішкене бұзық болдық, көп таяқ жедік. Әкеміздің әлі күнге шейін айтатын сөзі, кісінің ала жібін аттамау, жалған сөйлемеу, шынайылық. Мүмкіндік болса, аз сөйлеп, көп тыңда дейді. Біз енді мен жеке басым аз сөйлеймін деп айта алмаймын, жақсы сөйлеймін негізінде. Тыңдай да білеміз, тыңдағаннан кейін сөйлей де білеміз ғой. Қарапайым отбасы сол өсірді, өндірді, шама шарқылар келгенше ешкімнен кем қалмай, енді бір асып тасыған отбасыдан деп айта алмаймыз. Десе де, біреуден ілгері, біреуден кем өмір сүріп, өсіп-өніп келеміз ғой. Әкеңіз қатал адам ба еді? Әкем мінез тұйық, өте тұйық кісі. Әлі күнге шейін көзінің қырымен жұмсайды ғой бәрімізді. Анамыздан бастап тік тұрамыз әкеміз. Сол кісінің қас-қабағына қараймыз әлі күнге шейін. Енді өзіңізде ұл қыз тәрбиелеп отырған әкес, сіздің ойыңызша ұл тәрбиесі нені талап етеді? Мен ойлаймын ол тектілік деп. Тектілік деген сөздің түп нұсқасына келсе, соның ішінде тәрбие, өсиет, өнеге бары соның ішіне кіреді деп ойлаймын. Біз қазақ халқы текті халықпыз деп айтамыз. Сол қазіргі таңда тектілігімізден айырылып баратқан сияқтымыз да. Үлкенге құрмет, кішіге ізет деген нәрсе сәл шегімізден шығып баратқан көрінеді негізінде. Балаларымызға айтатынымыз тәрбие. Өзім ұшқан ұямнан не көрдім, ата-анамнан қандай тәрбие көрдім. Соны балаларыма айтып отырам. Шай басында, тамақ үстінде, үстел үстінде, шама шарқымыз келгенше. Үлкені қыз менде, сол қызыма ер азаматтың алдын кеспе деп. Мектепте болсын, көшеде болсын, ер азамат келе жатса, жолын кеспе өткізіп, одан кейін өт деп. Екінші ұлым, сол ұлдарым айтатын не? Үлкеннің тілін алу. Қазір Европа болып кетті ғой бәрі. Ананы білу керек, мынау. Бірақ енді білім
ағылшын тілін білу, тіл білу, ел көру, жер көру деген дұрыс шығар. Бірақ десе де қазақилығымызды ұмытпауымыз керек. Отбасымызда әрдайым отан жайлы, отанға деген сүйіспеншілік, ата-анаға деген құрмет, бауырға деген, елге деген, тілге деген, дінге деген әңгімелер айтылады әрдайым. Ал енді баланың өзінің Құдайдан сұрадық қой енді. Алла бізге қыз бер деп, ұл бер деп. Аллаға шүкір, ұл да берді, қыз да берді. Енді 12 мүшесі түгел, дені сау, ақыл есі дұрыс перзент бер деп сұрадық, тіледік, берді. Ендігі мәселеде сол буынды шама шарқымыз келгенше жұбайымыз екеуміз тәрбиелеп келеміз. Арасында атасы бар, әжесі бар дегендей. Сондай жағдай бізде. Жаңа сөзіңіздің басыңызда айтып қалдыңыз ғой, тектілік туралы. Сіздің ойынша тектілік деген не нәрсе? Тектілік деген бұл енді менің өзім түсінігім бойынша тектіліктің ішіне барлығы кіреді деп ойлаймын. Ол кіретін мәселе адами қасиетте, адами тұрғыда, сый құрмет, обал деген нәрсені түсіну. Обал болады деп, дастарханның үстіндегі нанды жерге тастама, бұна обал болады. Үлкенге деген құрмет, мысалға кішіге деген ізет, отбасында отыру, сәлем берудің өзі, сүйіспеншілік елге, жерге, халқына деген, мысалға, соның бәрі тектілікке жатады деп ойлаймын мен. Қысқа сөзбен айтқанда, тәрбие деп те айтсақ та болады. Текті жердің қызын алыңдар, текті жердің қызын алыңдар деп ата-бабамыз жайдан жай айтпаған ғой. Қыз алу үшін де сол жастарға айтатынымыз текті жерден алу керек деп ойлаймын. Ата-анасына қарап дегендей. Сол енді. Өзіңіз жұбайыңызды зерттелеп, ата-анасын біліп, солай шаңырақ көтердіңіздер ме? Иә, таныстық, біз білістік, көрістік, дастархандас болдық. Осылай өзіңізбен отырғандай сұхбаттастық, сұрастық. Қайдан боласың, кім боласың дегендей. Мән жайымыз түсіндіріп, сүйіп қосылдық деп айта аламын енді. Келесі сұрақ, қазіргі қоғамда енді көбіне ер балалар денсаулығы болсын, психологиялық жағдайы болсын, алаңдаушылық тудырып отыр. Ол жасыратын емес. Оған не себеп деп ойлайсыз? Енді бұл жерде жалғыз ер балалар емес, қыз балалар да, жалпы жастар деп айтсақ болады. Мен ойлаймын, қоғамдық кінәлаймыз, кейде мемлекетті кінәлаймыз. Сол жа тәрбие деп ойлаймын. Әр адам өз отбасында не көрсетсе, ұшқанда соны көреді деп ойлаймын бала. Иә, ол расында енді барлығын кінәлап, балшық жағуға болмайды. Кереметте жастарымыз өсіп келе жатыр. Елге қызмет атқарып жатқан қаншама. Болашақта атқаратын. Десе де енді тәрбие деп ойлаймын сол. Ата-ананың тәрбиесі. Бәріміз ұл қыз тәрбиелеп отырық қой. Уайымымыз сол. Болашақта не болады, болашақтар не болады деп. Кішкене әлсіз деп айтсақ та болады. Қазіргі таңда балалар мектепке көлікпен апарамыз, мектептен көлікпен ақ келеміз. Әр үйірмеге қатысатын үйірмесіне де көлікпен апарып, көлікпен ақ келеміз ғой енді. Барлығы болмаса да көбінесе сондай жағдайлар көп кездесіп жатады. Соның біреуі менмін. Көбінесе жаңағындай көлікпен апарып ақ келеміз. Негізі жаяу барып, мектеп жанымызда жаяу барып, жаяу келіп жүргеннің өз денсаулығына пайдалы. Балалардың аяқтары өте слабый қазір. Әлсіз аяқтары. Енді балаларыма күнде таңертең ұйқыдан тұрғаннан кейін жаттығу жасайды үйде бізде. Отырып тұру 100 реттен, турникке тартылу, сондай мәселе. Өйткені неге? Ол менің қателігім жаңағы көлікпен тасып жүретін әр жерге. Сол себептен үйде ең болмаса шынықсын деп. Сол аяқ әлсіз болғаннан кейін бел әлсіз болады. Бел әлсіз болғаннан кейін оның ұрпағы әлсіз болады деген мақсат қой. Спортқа сізді не жетеледі? Неге аралас жекпе-жек? Енді
бала күнімізде шама шарқымыз келгенше күрестік, бір керемет бір нәтижелер көрсеттік деп айта алмаймын. Сол жаңағы жүрген ортамызда ер азамат болғаннан кейін ұрыс керіс болып қалады. Сондай жерлерде жаңағы төбелестесе бір иығымызды беріп тұратын азаматтардың бірі едік. Сосын оқымадық қой, әңгіменің шынын айтқанда. Оқысам нем бар, мен төбелесіп, оқып, білім алып, бір оқытуындай оқыттық әке шешеміз. Соны бір түбіне шейін, мақсатына шейін жеткізбей, өзіміз жолдан жеңіл жолдарды іздеп, жеңіл ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүріп, сондай қыршаңғы нелеріміз болды да. Сол себептен бала шағаны бағу керек деген сияқты, отбасы дүниеге балалар келген екен, адам ойланады ғой, мыналарды қалай мен бағам деген сияқты. Ұрлық істей алмайсың, адам тонамайсың. Адам тонасаң, оның тағдыры неге әкеп соғатын белгілі да. Сол себептен өз маңдай теріммен, әйтеуір мұрным қанасын, тісім сынсын, шама шарқым келгенше осы аралас жекпе-жекке шығып, өз-өзімді көрсетіп, осы бір жолды таңдадым десем дұрыс айтқандай болармын. Енді аралас жекпе-жек деп жатсыз ғой, оны аралас жекпе-жекпен өзіңіздің балаларыңызға ұсынар ма едіңіз, сондай спортқа қатысуын болашақта? Енді менің балаларым мен сияқты бір белгілі бір неде төбелескендерін қаламаймын. Қалаған күнде де олар ондай төбелеспейді. Неге? Өйткені біз кішкене ашкөз болдық қой. Мен мына нәрсеге жетемін, қайтсем де. Қолым сынсын, қолда сынды, аяқта сынды ғой. Мен сонда да осы нәрсеге төтеп беріп, деген мақсатыма жетіп, керек дүниемді табам осы жерден деген менде бір сондай жігерлік болды да. Менде өйткені болмады. Артық ақша болмады, артық дүние болмады. Менің көздеген мақсатым осы болды да, мен осы жолдан табам. Менің балдарымда барлығы бар қазір. Қалаған уақытысында кез келген дәмханаға барып тамақ жей алады. Сұраған ақшасын бере аламын. Оларда барлығы бар. Ал тоқ бала ондай жолға бармайды. Осындай бір мақсат қойып, мен осындай жерде жетістікке жетем деп, ондай мақсат қоюы екталай деп айтсам болады. Аш бала мен тоқ бала ойнамайды деген сол ғой. Біз кішкене аштау болдық қой. Аш болғанда не болды? Бір азық түлік, бір дүние деген сияқты қызығушылық, неге мен анау сияқты болмайды, неге менің балдарым мына адамдікіндей болмайды деген сондай бізде бір мотивация дейміз ғой, сондай нәрсе болды да. Оларда барлығы жеткілікті, ол қайтеді ол шығып төбелесу жерде. Төбелессе де жаңағыдай жылап қалатын шығар, көреміз енді уақыт сәтті көрсетеді. Жалпы спортта, балаларым спортқа, күреске қатысады. Қазақстан біріншілігінде жақсы результаттар көрсетті. Спорттың айналасында. Балаларыңыздың жаңағы спортқа баруын, сабаққа дұрыс қатысуын, үлгерімін тексеріп тұрасыз ба жиі? Мен келіншегім өзі мұғалім негізінде. Мен айтып отырмын ғой, мектепте де дұрыс қарқып оқығаным шамалақ шынын айтқанда. Әйтеуір 11-ші класс бітірген кезімізде мұғалімдер қуанған болу керек. Осы мектептің қабырғасынан кетті ау деп. Қызымның үлгерімі жақсы, Құдайға шүкір, мен 11-ші класс оқиды. Одан кейінгі ұлым отличник, тамаша, өте жақсы оқиды. Анасы қадағалайды о жағының барлығын. Енді мен жаңағы ұрысатын жерлерінде, жаңағы айқай-шу жерлерінде, сол жерлерде бір дауыс көтеріп қойғанымыз болмаса, бұл қарқы боларда оқытып атқан ештеңем жоқ. Енді қазақ халқының мінезіне, болмысына қай спорт жақын деп ойлайсыз? Біз енді шындап келгенде кез келген спортқа бейімбіз ғой, барлық жағынан. Боксы да болсын, жекпе-жегі болсын. Кез келген спорт, ат спорты мысалға, ат спорты, бокс, күрес, жаңағы. Сосын жаңағы аралас жекпе-жек деп айтамыз ғой. Осылар бізге қаттырек бейімделген сияқты. Негізі түбіміз жауынгер халықпыз ғой. Сол себептен осы спорттар бізге бейімділік сияқты. 2 жыл бұрын ең әлсіз қазақ мен деген сөз айттыңыз. Бұл сөз айтудағы мақсатыңыз не? Қазіргі жігіттер әлді ме? Әрине, бұл сөзді айту жастарға бір мотивация дейді ғой. Мотивация беріп болды. Бізде енді қартайып қалған ештеңеміз жоқ, бірақ енді жаспыз деп айтуға да ыңғайсызданасың. Ең әлсіз қазақ менмін
менен мықтылары елде жүр деп айтқанымыз сол бір жастарды бір оятып, бір жігерлендіріп, бір жалғыз спорт емес, жалпы өмірде жігерлендіру мақсатта айтылған сөз негізі. Ал қазіргі жігіттер әлде деп ойлайсыз ба? Енді 100% барлығы әлді демесек те, әлді рухты мықты азаматтарымыз жоқ емес, бар. Бірақ енді әлсіздері де жеткілікті. Әлсіздері кімдер деп айтамын мен? Есірткіге бейімді, жаңағы ата-анасы бола тұрып, соларға құрмет көрсетпейтін жігіттерді ең әлсіз жігіт деп санаймын мен өзім. Әлеуметтік желідегі парақшаңызды шолып шықтық, белсенді екеніңізді байқадық. Ата-анаңызды, отбасыңызды жиі түсіресіз. Не үшін және кім үшін? Қайдан келді бұндай идея? Ол өмірде менің өз отбасымнан бұрын менің ата-анам, мен өзімнің бала-шағамнан бұрын алдыға қоям ата-анамды. Солар өмірден өткенше мен соларға қызметтемін. Шама шарқым келгенше солар үшін мен өмір сүремін деп айтсам болады. Олар өмірден өткеннен кейін жанұя отбасыға көңіл аудара береміз. Енді жанұя отбасында шетте қалып жатқан ештеңе жоқ. Күнделікті қасындамыз. Шама шарқымыз келгенше оларға да көңіл бөлеміз ғой. Бірақ ата-анама мен көбірек көңіл бөлемін деп айтсам болады. Солар өмірден өткенше мен қызметтемін соларға. Өкініш қалама деп ойлайсың да кейде. Бір күндердің күнінде өлім ақиқат. Өмірден мен де өтем, сіз де өтесіз. Сонда бір өкініш қалмасын. Анама мынандай нәрсе істей алмай қалдым ғой, әкеме осындай нәрсе істей алмай қалдым ғой деген өкініш қалмасын деп, барымды да, нарымды да қазіргі таңдағы осы алдағы болашақтағы жекпе-жектерімнің жеткен жеңістіктерім, сол жерден тапқан нәпақам, барлығы сол кісілер үшін, ата-анам үшін. Мен даже бауырларыма да бөліп бермеймін. Ата-анама ғана берем, болды. Ал отбасым, бала-шағам, Аллаға шүкір, табыс көзі бар. Ешкімнен нан сұрап, май сұрап отқан жоқпыз. Жетеді күнкөріске. Сіздің әкеңіз қандай адам? Және сіз балаларыңызға қандай әкесіз? Енді мен әкем мен үшін өмірде ондай әке жоқ деп айта аламын. Мен жеке өзім үшін. Әкем асқар тауым. Әкемнің айтылған сөзі мен үшін атылған оқ. Қандай да бір жағдай болмасын. Ал өзімді әке ретінде бір керемет әкемін деп айта алмаймын ауыз толтырып. Оны менің қандай әке екенімді уақыт сәт келгенде бала-шағам айтар. Шама шарқымыз келгенше жақсы әке болуға тырысудамыз қазіргі таңда. Ата-ананың разылығын алу дегенді қалай түсінесіз? Ата-ананың разылығын алу деген әр ата-ана өмірге перзенті келгенде қуанады ғой. Сол қуанышы көрге кіргенше болса екен деп ойлаймын да. Осы баланы не үшін дүниеге әкелдім деген бір аузынан сөз шықпайса екен. Бар ғой, жексұрындар бар ғой неше түрлі. Сондай қуаныштарын мен ойлаймын, әке шешем менімен бір керемет, бір мақтан тұтып, бір керемет не қылмаса да, әйтеуір ер қатарлы балалардай құрмет көрсетеді ата-анам маған. Бірақ әкем ондай нәрсе білдірмейді. Мені қатты бір жақсы көріп, бір қатты бір құшақтап, сүйіп, сондай бір қатты жақсы көретін ешқашан көрсеткен емес. Анам екеуміз енді тығылып, жаңағындай әкем жоқ кезде сүйісіп аламыз ғой, жаңағындай құшақтасып. Әкем сол мінез кішкене тұйықтау, ондай эмоцияны көп білдіре бермейді. Жеңіске жетсең де, жеңілсең де сол бір эмоция. Ал жаңа айтып жатсыз ғой, осы баламнан құтылсам екен деген сөз келтірмеу керек қой негізі. Перзент өмірге келгеннен кейін, адам болып келгеннен кейін, адам болып өт деген бір жақсы сөз бар ғой қазақта. Адам болып өтудің ішінде бәрі жатады да. Өмірге адам болып қалудың өзі өте қиын негізі.
былай алып қарасаңыз, оның өзі бір үлкен күрес. Өмірде не бір тосқауылдар бар, не бір жолдар бар, не бір сынақтар бар. Соның бәріне сынбай өтсең, сен адамсың. Ал егер жат жолдан сынып, жаңа ішімдікке салынып, нашақорлыққа салынып, бұзылсаң, қандай ата ондай баланы балам деп айтады да, былай алып қарасаңыз. Енді ит болса да айтады ғой ана. Бірақ енді іште бір күйік болады да барлығы. Сол себептен сондай бір жолдарға бермей, ата-анамызға сүйікті ұлы болып, қызы болып өскенге не жетсін. Енді қазір психолог, коуч деп жатамыз ғой. Әлеуметтік желілерде бір видеолар тарап жатыр да. Баласы әкесін жаңағы ренішім бар деген балалар кәдімгідей кешірдім әкемді деп жатыр да. Кешірдім, анамды кешірдім, әкемді кешірдім дейді. Жалпы ондай нәрсеге сіздің көзқарасыңыз қандай? Ол дұрыс па негізі? Ондай балдарды мен Құдай кешірсін деп айтам. Ата-анамды кешірдім деген енді ол қатты ауыр сөз. Әрине, балдарын тастап кетіп жатқан жағдай болады, не болады. Пенде болып өмірге келгеніне қуану керек шығар деп ойлаймын бірінші. Ең бірінші мақсатта ата-ана болып өмірге бала алып келіп, не бір жағдайлар болып жатады, біреулер күнін көре алмай жатады, біреулер басқа болып жатады. Адам болып келгенге, мына жарық дүниені көргенге қуану керек шығар деймін бірінші очередь. Ата-анаға сол үшін рахмет айту керек шығар деп ойлаймын. Өмірге келген үшін. 12 мүшесі сау болып, дені сау болып, көзі көреді, құлағы естиді, аяқ қолы сау, белсенді болып өмірге келгеніне қуану керек шығар деп ойлаймын. Сол үшін рахмет айту керек шығар деп ойлаймын, кез келген ата-анаға. Ал қалған нәрсенің бәрі жетістік, тұрмыстық, күнделікті тұрмыс жай, анау мынау деген әңгіменің бәрі ол екінші мақсаттағы деп ойлаймын. Өмірге әкелген үшін ата-аналарымызға мың алғыс айтуымыз керек қой. Мың да аздық қылады. Ғалым мырза, ұждан әкелер алаңына осылай сұхбат беріп, өзіңіздің керемет өнегелі сөздеріңізбен бөлісіп, өзіңіздің пікіріңізді айтқаныңыз үшін сізге алғысым шексіз. Үлгілі әке болыңыз, сіздің балаларыңыз да үлгілі ата-ана болсын, сіз солармен мақтаныңыз, балаларыңыз сізбен мақтансын. Рахмет көп-көп. Сіздерге де рахмет. Мені сұхбатқа шақырып, ішінде бір елге айтсам деп жүрген бір сөздерімді айтқандай болдым негізінде. Түсінігі бар адамға шама шарқымыз келгенше түсіндірдік деп айта аламын. Ойлаймын солай. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Елім дейтін, жерім дейтін ұл қыздарымыз болсын. Бауыржан Момышұлы бабамыздай батыр азаматтарымыз көп болсын елімізде. Әлия Мәншік апаларымыздай қыздарымыз көп болсын. Елге, жерге, тілімізге, дінімізге қызмет атқаратын азамат пен азаматшалар көп болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Елім деп тізгін ұстап жүрген азамат пен азаматшалар аман болсын. Сіздерге де рахмет. Осы передачаларыңыз жалғасын таба берсін. Менен де мықты деген азамат пен азаматшаларды шақырып, сұхбат ала беріңіздер. Біз тамашалап, біреуге болмаса біреуге бір пайдасы тиеді деген үміттеміз. Ұждан әкелер порталы деген не? Мақсаты қандай десеңіз айтайын. Қазіргі таңда отбасы құндылығын дәріптеу, үлгілі отбасыларды насихаттау өз деңгейінде жүріп жатса да, сол жанұяның тірек саналатын асқартау әкелерімізді дәріптейтін медиа өнімдер санаулы ғана. Осыған орай біз ұждан деп аталатын тұңғыш порталдың тұсауын кестік. Онда балаларына мықты тәрбие беріп, саналы ұрпақтың қалыптасуына үлесін қосып жүрген қарапайым әкелер дәріптеледі. Егер сіз де ұждан әкелер алаңына сұхбат беріп, бізге өз ойыңызды, пікіріңізді айтқыңыз келсе, төмендегі сілтемелер бойынша бізбен байланысуыңызға болады.